Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз осындай керемет әрі үй жағдайында жасалатын, көпсіп пісетін пирог дайындайтын боламыз. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, видеоны соңына дейін қараңыз. Алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып, сосын шекерді, яғни сақырды салып, жақсылап миксерлеп жібереміз. Бірінші баяу миксерді қосыңыздар, сосын ақырындап көбейте отырасыздар. Мінекей достар, көлемі осылай 2 есе ұлғаяды. Осылай ұлғайғаннан кейін ерітілген сұйық майымызды құямыз, сосын сүтімізді құйып, жақсылап бір араластырып жібереміз де, ұнымызды разрыхитель және ложкамен ванилин салатын боламыз. Осылай массамызды дайындап аламыз. Достар, сосын миксермен жақсылап бір миксерлеп жіберіп, қалаған формаға осылай құямыз. Достар, осылай құйып болғаннан кейін 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Мен бетіне шиенің дәндерін салдым, яғни шие салдым. Сіздер де өз қалауыңыз бойынша салмасаңыздар да болады. Мінекей достар, осылай керемет болып пісті. Мен бетіне сахарный пудраны қостым. Достар, міндетті түрде естеріңізде болсын, ыстықтай кеспеңіздер. Мен асығыс болып ыстықтай кесіп едім. Асты кішкене жабысып қалды. Осы жағын қадағалаңыздар. Ретте ұнаса сақтап алыңыздар. Құрбыларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыз. Менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер.